қайтадан звондап көрейін. Алло. Ассалаумағалейкум бауырым, денсаулығың қалай, үй-іші аман ба? Уағалейкум ассалам. Арман досым. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Көрінбей кеттің ғой. Аманшылық ба? Иә, сол аманшылық, күнде күйбең тіршілік, такси, адам тасу. Жақсы. Аман болсаңдар болды. Арасында хабарласып тұрсаңшы. Досым, көмек керек досым. Қиналып тұрмын. Алла разылығы үшін көмектесіп жіберші. Жаңа клиентке асық бара жатып, пешеходтан алаңдап кеттім. Сөйтіп. Не болып қалды? Адам қағып кеттің ба? Жоқ, Алла сақтасын. Жаңа жаяу жүргіншіні өткізбей қойғам ғой. Енді сол шаруаны шешу үшін 20 мыңдай керек болып тұр, дос. Барлық құжаттардың өздерін алып қойды. Досым, Алла сақтасын. Жаман ой бірінші келеді екен. Адам қағып кеткен шығар деп жүрегім дүрс етті ғой. Шүкір дейік. Ақшалай көмек көрсете аламын, бірақ пара беру үшін емес. Ренжіме. Жол шақшысы лауазымды тұлға. Ал лауазымдылық қызметтегі тұлғаға берілген сыйлық арам жолмен табылған жалақысы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пара берушіні де, пара алушыны да лағнет деген. Мұндай ауыр күнәнің себепшісі болғым келмейді. Сені де сақтануға шақырамын. Мемлекет болған соң заң болады. Ол заңға бағыну барлық адамзаттың міндеті. Заңды айыппұлыңды төле. Қазынаға түсіп, кейін бір дәрігердің, бір мұғалімнің жалақысы болып келеді. Жол жөнделер, мектеп салынар, ел игілігіне жұмсалар. Айтпақшы, пара берушілерге жаза бар екен. Жақында жаңалықтардан естідім. Қателеспесем 5 жылға дейінгі бас бостандығынан айырады. Немесе параның 30 еселенген сомасында айыппұл төленеді екен. Арам ойың жоқ жігітсің ғой. Айдың күні аманда абақтыға айдалып кетіп жүрме. Айыппұлыңды төле де, келесіде мұқият бол. Қаншаға шығып тұр штраф? Көмегімді берейін. Көмегін берейін дегенде шамамен 30 мыңдай болу керек штраф. Жақсы досым, картаға салып жіберемін. Бірақ заңды айыппұлды төлеймін деп жігіттік сөзіңде бер. Мені парақорлыққа себепші қылма. Олар мен техпаспортымды, паспортым бәрін алып. Енді істейм, олар қорқытып, үркітіп, қосымша штраф қосып жібермей ме екен? Сен былай жаса, досым. Осы тұрғанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің 14-24 телефонына хабарлас. Мұндай жағдайда не істеу керектігін кәсіби мамандар түсіндіріп береді. Қайырлы күн. Сіз сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің республикалық кол орталығына қоңырау шалып отырсыз. Сізге қандай көмегімізді көрсете аламыз?